Сәлем достар, сіздермен Шұғыла. Бүгінгі видеода мен сіздерге модальды етістіктердің айырмашылығын және оларды қай жерде қолдану керектігін түсіндіретін боламын. Егер де осы тақырып сіздерге қызық болатын болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал енді қараңыздар, бізде бірнеше модальды етістіктер бар. Оларға must, may, might, could, should және тағы да басқалары. Жалпы олардың қай жерде қолданатынын үйренбес алдын қалай қолдану керектігін түсініп алайық. Бізде модальды етістіктен кейін міндетті түрде етістіктің инфинитив формасы қолданылады. Инфинитив деген етістікке еш нәрсе жалғанбаған түрі, яғни to go емес, жай ғана go, ешқандай ing немесе es жалғамаймыз. For example, you can write. After can we don't use to or ing, like you can't write, it is not correct. Яғни you can write, сен жаза аласың. Can ол бізде модальды етістік. Модальды етістіктен кейін біз ешқашан to немесе етістікке ing жалғамаймыз. Another example, he should do or they must play. Белгілі бір заттың немесе іс-әрекеттің болу ықтималдылығы немесе мүмкіншілігін көрсететін модальды етістіктерге тоқталайық. Мүмкіншілік және ықтималдылық деген ағылшын тілінде possibility and probability болады. Ал енді мысалға қараңыз. Сіз белгілі бір іс-әрекеттің болатындығын білесіз. Оның 100% болатындығын кепілдік бере аласыз. Ол кезде сіз will деген модальды етістік қолдансаңыз болады. Мысалы, it will happen. Ал енді it will happen-ның it can happen-не айырмашылығы қандай? Егер де сіз can'ды қолданатын болсаңыз, ол жерде сіз 100% сенімді емессіз, ол жай ғана ықтималдылық, ол болуы мүмкін деген мағына береді. Мысалы, сіз it can happen, ол болуы мүмкін. Let me say, there is some kind of building. It's your building and you are going to open it after months. Сізде белгілі бір мекеме бар, ол сізге тиесілі, және бір айдан кейін сіз сол жерді ашылу салтанатын жүргізейін деп жатырсыз. Ол жерді ашылуы ол сіздің жоспарыңызда. Яғни сіз айтасыз, this building will open next month. Сіз ашылатынына 100% сенімдісіз. Сол себепті will деген modal verbті қолданып тұрсыз. Ал егер де сіз this building can open next month дейтін болсаңыз, яғни бұл мекеме бір айдан соң ашылуы мүмкін дейтін болсаңыз, ол жерде сіз енді 100%-ға сенімді емессіз. Ол мекеме ашылуы мүмкін, ашылмауы да мүмкін. Ықтималдылық қана көрсетіліп тұр. Will мен can'ның басты айырмашылығы осында, сіздің сенімділігіңізге байланысты. Let's discuss about will. So here we have some kind of examples. The first one is Aisha will be late. Мұндағы мысалдарға қараңыз. Бірінші мысалда Aisha will be late деп тұр, яғни Aisha кешігуі мүмкін. In this example, let me say Aisha is your friend and you know that she always late. Қараңыз, Aisha сіздің досыңыз делік, және сіз оның үнемі кешігіп жүретінін білесіз. Сол себепті сіз оның тағы да кешігіп келуі мүмкіндігін айтып тұрсыз. Ал екінші мысалда the sun will rise tomorrow. Ертең күн шығады, яғни ертең күн шығатыны барлығына белгілі. Сол себепті will'ді қолданасыз, 100% сенімдісіз. Ал the next example is about if you don't revise all the materials, you will fail the exam. Revise деген ол бізде қайталау, repeat дегеннің синонимі. Егер де сен өтілген материалдарды қайталамайтын болсаң, экзаменнен құлап түсесің, экзамен тапсыра алмайсың. Бұл мысал бізде condition болып тұр. Менің каналыма тіркелсеңіздер, болашақта мен сіздерге conditionдардың түрлерін және айырмашылығын түсіндіретін боламын. Бұл мысалда белгілі бір факт. Яғни сіз белгілі бір іс-әрекетті істемейтін болсаңыз, келесі бір іс-әрекет орындалмайды, яғни condition. Жалпы біз модальды етістіктерді қай уақытта қолданамыз? Бізде ability деген бар, ол бізде қабілет. Яғни біз өзіміздің қабілетімізді көрсететін кезде модальды етістік қолдансақ болады. Немесе ask permission. Permission деген ол рұқсат. Яғни рұқсат сұраған кезде тағы да модальды етістік қолданамыз. Make request, яғни өтініш айтқан кезде, немесе белгілі бір іс-әрекетті талап еткен кезде. Offer help, көмек ұсынған кезде қолданатын боламыз. Мысалы, сіздің қабілетіңіз, сіздің қолыңыздан не келеді? Айтсаңыз болады, I can play the piano. Мен пианинода ойнай аламын. Өзіңіздің қабілетіңізді не істей алатыныңызды көрсеткіңіз келсе, can деген modal verbті қолдансаңыз болады. Немесе сіз сабаққа кешігіп қалдыңыз. Есікті тоқылдатып, may I come in? May I come in? Ішке кірсем болады ма? Рұқсат сұрап тұрсыз. Немесе жолдан өте алмай тұрған үлкен бір қарт кісіні көрдіңіз. Would you like some help?
кішкене көмек керек пе? Яғни сіз өзіңіздің көмегіңізді ұсынып тұрсыз. Келесі өте маңызды бір модальды етістік, ол бізде must. Must'ты біз қай уақытта қолданамыз? So when there is must, it usually has the reason or an explanation to tell us why something is happening. Must қолданылған жерде біз іс-әрекеттің себебін немесе оған түсіндірме беруіміз керек. Мұндағы мысалдарға назар аударыңыздар. The baby is crying, he must be hungry. Бала жылап жатыр, ол аш болса керек. Бірінші мысалда сіз баланың жылап жатқандығын айттыңыз, енді оған сіз себебін түсіндіру үшін must'ты қолдансаңыз болады. He must be hungry. Ал енді екінші мысалда I thought Laura would be here by now. She must be stuck in traffic. Мен Лаураны осында деп ойладым, ол кептелісте тұрып қалса керек. Біз неге must'ты қолдандық? Себебі сіз екінші сөйлеміңізде бірінші сөйлемнің себебін немесе оған түсіндірме беріп жатырсыз. So you are telling explanation why she is not here now. And look, there is another example. They didn't eat any of the meat. They must be vegetarian. Мысалы, сіз қонақта отырсыз, және қасыңыздағы адамдар ешқандай ет жеген жоқ. Сіз сол себепті оларды вегетариан деп ойлауыңыз мүмкін. They must be vegetarian. Must'ты қолдандыңыз, себебі сізде себебі бар. Неге оларды вегетариан деп ойлауыңыздың түсіндірмесі болғандықтан must'ты қолданып тұрсыз. Must'тың екінші бір қызметі, сіз белгілі бір істі, іс-әрекетті істеуге міндетті кезіңізде қолданасыз. Must деген міндетті деп те аударылады. Мысалы, You must study English because you are going to live in England. Сен алдағы уақытта Англияда тұрайын деп жатырсың. Сол себепті ағылшын тілін үйренуге міндеттісің. Ал енді мұнда should деген модальды етістікке көңіл бөлейік. Should'ті екі түрлі мағынада қолдансақ болады. Біріншісі іс-әрекеттің ықтималдылығы. Мысалы қараңыз. If they take the car, they should arrive by 3. Егерде олар машинамен келе жатқан болса, сағат 3-ге жақын келіп қалуы керек. Болуы мүмкін ықтималдылық. Олар 3-ке дейін немесе 3-те келмеуі де мүмкін. Сіз 100% кепілдік бере алмайсыз. Ал енді should'тың екінші бір қызметі, сіз кеңес берген кезде should'ты қолдансаңыз болады. For example, you should watch this film. It really motivates you. Сен осы киноны көрсең болады. Бұл шынымен де саған керемет мотивация береді. Егер қасыңыздағы адамға, досыңызға кеңес бергіңіз келсе, should'ты қолданып, одан кейін міндетті түрде етістіктің infinitive формасын қолдануыңыз керек. Жалпы достар, модальды етістіктердің қызметі өте көп. Егер де сіздерге модальды етістіктер әлі күнге дейін қиын немесе олардың айырмашылығын дұрыс түсінбеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген мысалдар мен тапсырмалар болатын болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.